Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Менің есімім Бақтаулет. Жалпы, барлықтарыңыз көріп отқандарыңыздай, Қыдырбаевтың историясынан кейін мен де бір кішігірім өзімнің ойыммен бөліскім келіп жатыр. Жалпы, жетістікке жетелейтін адамдардың әдеттері жайлы. Бұл өмірде абыройлы, табысты болуды қаламайтын адам жоқ сірә. Бәрінің мақсаты сол, дей тұрғанмен, жетістікке жету, өмірді жеңу оңай шаруа емес. Ешбір адам аспаннан салбырап түсіп, табысты болып кетпейді. Әр күнгі, әр сәттегі әдеттерімізге мән беруіміз керек. Назарларыңызға жетістікке жеткізетін негізгі 10 әдетті ұсынғым келіп жатыр. Күнделікті өміріңізге енгізіп, табысты тұлға болуыңызға бірден бір септігін тигізеді. Біріншісі, әр сөзіңізге жауап беріңіз. Біреуге жоспарыңызды айтсаңыз, немесе сөз берсеңіз, орындаңыз. Міндетті түрде сөзіңізде тұрыңыз. Ешқашан сылтау айтуда болмаңыз. Аз сөйлеп, көп істеу қағидасын ұстаныңыз. Күнделікті жүргізіңіз. Яғни, әр күні күнделікке 1-2 сөйлем жазып жүріңіз. Күнделік ол ойыңызды жинақтауға көмектеседі. Дамуыңызды бақылап, стресстің алдын алады. Ешқашан өтірік айтпаңыз. Өтірікші ең ұсқынсыз адам. Бір рет алдасаңыз, әдетке айналып кету ғажап емес. Сондықтан өтіріктен бойыңызды таза ұстаңыз. Төртіншісі, жақын достарыңызға уақыт бөліңіз. Шотыңызда $1 миллиард болуы мүмкін. Егер ақшаны достарыңызбен алмастырсаңыз, бақыттың не екенін ұқпаған болдыңыз. Әр адамға дос қажетін, түсінетін, сырласатын, сол қалпында қабылдайтын, бақытты ететін, ондай жақын достарға немқұрайлы қарамаңыз. Бесінші, хоббиіңізді тастамаңыз. Өзіңізге қатты ұнайтын хоббимен айналысыңыз. Дамытыңыз, одан маңызды заттар көп боп көрінгенімен хоббиді тастамаңыз. Күндердің күнінде сол хоббиіңіз үлкен жетістікке жол ашуы мүмкін. Алтыншы, спортпен айналысыңыз. Жүгіріңіз, секіріңіз, велик айдаңыз, шаңғы тебіңіз, тренажер залына жазылыңыз, әйтеуір спортпен шұғылданыңыз. Күнделікті аз-аздан үнемі болсын. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз, белсенді болыңыз. Жетінші, табысты немесе табысты болуға тырысатын адамдармен араласыңыз. Егер қазіргі жағдайыңыз, өміріңіз өзіңізге ұнамаса, сізді қоршаған адамдарға көз салыңыз. Көп жағдайда өмірге наразы адамдар екенін байқайсыз. Ондай ортаны ауыстыруға тырысу керек. Белгілі бір жетістікке жеткен тұлғалармен араласыңыз. Көп ұзамай оң әсерін сезе бастайсыз. Оқыңыз, әлеуметтік желідегі посттар саналмайды. Кітап оқыңыз, айына кемі 2-3 кітап болсын. 9-шы, мақсатыңызды нақтылаңыз.